Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге бұл мен Норик. Достар, бүгін біз клавиатураларды тазалайтын боламыз. Міне қолымызға осындай губка беріп қойған. Осымен, клавиатураларды осылай тазалаймыз. Міне бірінші клавиатураны тазалап жатырмыз. Міне осы жерге қойып, бізге клавиатураларды тазалауымыз керек. Міне осындай губкамен тазалайтын боламыз. Осылай тез тазалап тастаймыз. Сосын міне осыны басып, и потом осы жерге қойып, осылай тез тазалай береміз ғой достар. Міне осылай клавиатураны қоямыз. Осылай ақша табыла ма не? Достар, мен білмеппін клавиатураларды бассақ ақша табылатынын. Ақша келетінін білмеппін. Енді жаңадан губка сатып алдық. Енді ол өте күшті жуатын шығар, менің ойымша жақсы. Міне өте тез жуып жатыр, бірақ жаңадан алған губкамыз. Бұл жерде сонда біздің тез бір тілімнің себі шығып кетті ғой достар. Тілімнің себі шығып кетті ғой. Жарайды достар, клавиатурамызды тазалауды ары қарай жалғастырамыз. Не осындай розовый түстегі клавиатураны тазаладық. Достар, мына балға не істейді? Айтыңдаршы. Не тағы да тазаладық. Енді осылай тазалай береміз ғой достар. Достар, сендер құрытпай осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, комментария жазып кетіңіздер. Достар, енді осылай клавиатуралар тазалай беретін боламыз. Достар, сендерге осы видео ұнап жатыр ма? Ұнап жатса, құрытпай видеоға лайк басып кетіңіздер. Достар, мен осы ойынды бірінші рет ойнап жатырмын. Сондықтан да мен бұл ойынға ондай қатты түсініп жатқан жоқпын, бірақ жаңа ғана бастағаннан кейін, достар, мен кішкене түсініп бастаған сияқтымын. Басында мен бұл ойында не істейтінімді білмедім. Әрине клавиатураны тазалайтынымды білдім, бірақ басқа заттарды білмедім. Мысалы, губканы жаңарту, одан кейін клавиатураларды жаңарту, оларды білмеппін достар. Мысалы, мынандай, бұл не сонда? Не бұл достар? Ё-моё, достар. Достар, мен ақшам жетпейді екен. Осылай тазалап тастайық. Ё-моё, мен егізім пайда болған ба? Не мынау достар? Менің ақшаларымды осылай маған жинап береді екен ғой. Енді түсіндім. Достар, бірақ ақшаларды маған жинап берген өте қолайлы. Достар, мен өзім ақша жинап жүрмеймін. Мен тек клавиатураларды тазаласам болған. Тазалап, ана жерге қойсам, ол өзі маған ақшаны жинап бере береді. Өте күшті емес пе, да, достар? Достар, мен тез дамып жатырмын ғой. Мен де бағана ғана онша көп емес, енді өте
аз ақша бар еді. Қазір есе 6000 ақша ғой, почти 6000 ақша. Қой көрсін. Клавиатура тазалайық. Мә достар, астындағы клавиатуралар нені білдіреді? Сен осындай клавиатураларды тазалауың керек деген сонда маған бұйрық па достар? Әлде басқа зат па? Достар, бағанағы шоколад бар ғой, соның реңіне ұқсайтын клавиатура шығып еді достар. Сондай клавиатура шықпай жатыр ғой. Тек қана розбилар шығып жатыр. Розби күшті ме әлде? Бірақ шоколад клавиатура бар ғой, $30 беріп тұр. Ал розби $27 беріп тұр. Иә, осы сондай екен. Жаңағыдағы шоколад клавиатура бар ғой достар. В общем, біз соны шығаруымыз керек. Әйтпесе, мына тұрысымызбен біз дами алмаймыз достар. Бізге көп ақша керек. Міне тездігімізді дамытайық. Тездігім клавиатурамызды дамытайық. Я болды. Біз жаңа ғана емес, бағана тездігімізді дамытқан болатынбыз. Енді осы жол клавиатурамызды дамыттық. Мына бір зат шығып кете берді ғой. Шоколад клавиатуралар шықпай жатыр ғой достар. Оны қалай шығарады? Жаңа осындай үңгірге ұқсаған бірдеңе бар ғой достар. Бір ойық ше. Сол шоколадқа айналса ғана біз шоколад клавиатураны шығара аламыз ба? Менің ойымша солай деп ойлап отырмын достар. Егер солай болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Нурик ол ондай емес, немесе Нурик ол солай деп, немесе осы ойын туралы бір қызықты заттарды жазып кетсеңіздер болады. Егер осы видео достар, осы ойын сіздерге қатты ұнап жатса, осы видеоға 5 лайк жинап тастаңдар. И келесі видеоны шығаратын болам достар. Тез шығарып тастайтын болам. Сендер маған 5 лайк жинап тастасаңдар, келесі видеоны шығарам. Достар, және де сендерге қандай ойындар ойнайды, соны комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Мысалы, хоррор ойын, немесе осындай симулятор ойын достар. Мысалы, дамитын ойын, немесе история түсірейін ба Roblox'тан, және Roblox'тан басқа ойындар түсірейін ба, соны да комментарияға жазып кетсеңіздер болады достар. Егер хоррор ойын түсір десеңіздер, мен хоррор ойын түсірем достар. Соны комментарияға жазып кетіңіздер. Нурик, сен хоррор ойын түсір, немесе басқа видеоларды түсір деп комментарияға жазсаңыздар болады достар. Чоты достар, көп сөйлеп кеттім. Ал жалғастырайық клавиатура тазалауымызды. Тазалап жатырық. Қоямыз осылай. Енді достар, мен осыдан түсінбедім достар. Астындағы клавиатуралар не сонда достар? Мен біреуін тазаладым. Міне қоямыз. Енді астында тағы бір клавиатура қалды. Осыны да тазалап жіберейік. Ал барлығын тазаладық. Сонда не болады достар? Мен түсінбедім. Достар, егер білсеңдер, осыны комментарияға жазып кетіңіздер. Ал міне клавиатуралар тазалаймыз. Достар, не мынау? Жаңа ғана розби шығып жатыр еді ғой. Достар, міне шоколадовый клавиатура. Достар, осылар өте ақшаны көп береді достар.
осындайлар бізге керек қой. Мынау ақша жинап жатыр ма өзі? Иә, жинап жатыр екен, достар. Мына балға не сонда, достар, мен түсінбедім. Осылай тазалап тастаймыз. Қоямыз. Достар, мына балға. Бұл балға клавиатураларды алып тастайды екен ғой. Енді түсіндім ғой, достар. Осындай ақ клавиатураларды алып тастауымыз керек, себебі олар бізге өте аз ақшадан береді, аз доллардан береді. Осындай ақ клавиатураларды алып тастауымыз керек. Алып болдық, енді клавиатураларды тазалай береміз әрі қарай. Міне шоколадовый клавиатура. Осылар көп береді ақшан. Осындайлар керек бізге. Ал клавиатураларымызды тазалай берейік. Міне тазаладық. Енді осыны қоямыз. Тағы да тазалай береміз ғой, общем, достар. Тазалаймыз. Қоямыз. Тағы да тазалай беретін боламыз. Міне осылай клавиатураны қойдық. Енді осылай тазалай беретін боламыз клавиатураларымызды. Міне тағы да клавиатура, осылай тазалаймыз және тазалап болып осы жерге қоятын боламыз. Достар, өкінішке орай осы жерден видеоны аяқтауымызға тура келеді. Достар, егер осы видео ұнаса, сендер осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, комментария жазып кетіңіздер. Ал қош, сау болыңыздар.